Баршаңызға қайырлы күн, құрметті YouTube арнамның көрермендері. Жаз айында көкөніс арзандаған уақытта менің ең көп істейтін тағамдарымның бірі голубцы сорпа. Өз нұсқамда бөлісемін. Ең алдымен ыдысымызға тартылған етімізді, күріш және де помидор, сарымсақ, татымына қарай тұз, бұрыш және де жұмыртқаның сарысын салып, барлығын жақсылап араластырып аламыз. Жұмыртқаның ағын қоспай-ақ қойыңыздар, ол кезде фарштарыңыз қаттандай сулы болып кетуі мүмкін. Осылай барлығын жақсылап араластырып, етімізді осылай фаршымызды ұрып алып, тазаланған болгарларымыздың ішіне салып шығамыз. Қатты толтырмайсыздар, суға салғаннан кейін ісініп, қатты сыртына шығып кетуі мүмкін. Одан кейін помидорымызды блендерге салып аламыз. Менде 2 помидор блендермен езіп болғаннан кейін үстіне су құйып, пиязымызды турап және картопты турап, одан кейін сәбізімізді үккіштен өткізіп аламыз. Қазанымызға май құйып, пиязды және сәбізді қуырып, үстінен картопты да салып қуырып аламыз. Паприка саламыз, барлығын араластырып қуырып, тартылған помидорымызды салып, үстінен тағы да су құйып жібереміз. Татымына қарай тұз салып, қатты отқа қойып бір қайнатып аласыздар да, болгарскийлерімізді салып, отымыздың астын жай қойып 1 сағаттай қайнатып аламыз. Тағамымыз дайын болды. Барлықтарыңызға видео ұнаса, лайк басып, каналыма тіркеліп қоюды ұмытпаңыздар. Алдағы уақытта жаңа пайдалы видеолармен бөлісіп отыратын боламын.